келешекке қадамдасу үшін артында болған дүниелердің барлықтарына баға беріп отыру өте маңызды. Осы ретте енді бүгінгі ашылғалы кабинет менің ойымша бірінші кезекте біздің жас буынды балдарымызға осы күнге жеткізген азаматтарымыз кім, қандай деген сұрақтарға жауап беруге бір үлкен бір қадам болып есептеймін. Ассаламағалейкум, құрметті жамағат, студенттер, шәкірттер, ұстаздар қауымы. Мінекей Алла Тағаланың сәтін салған күні құпиясы ашылып, құпия жерленген ер есек мерген Есенқұл ұлы батыр бабамыздың уақыт сәтімен ұрпақтары атынан құлыптасы қойылып, мазары белгіленіп, мінекей бүгін ғылыми конференция өткенде алғашқы кабинетін Шахмардан Есенов атындағы университетте ашылу салтанатында көп болдық. Мұның барлығы игілікті іс. Егер қазақ даласының бүкіл 300-дің жерін, соның ішінде Маңғыстау жерін бұйыртуға Есенқұлдың ер есек мерген батыр бабамыз себепші болса, соны құрметтеу әлі де жалғаса береді. Бүгін Есенов атындағы Ақтау қаласындағы университетте есек мерген Есенқұлына арналып өтіп жатқан конференция өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Есек мерген 17 ғасырдың екінші жартысы мен 18 ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген тарихи тұлға, 12 ата байұлының Адай руының Құдайеке тайпасының Қосай бөлімінен тарайтын тұлға болып табылады. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезеңінде мынау батысқа Маңғыстау өңіріне қазақтың көшін бастаған, соның басында тұрған тарихи тұлғалардың бірі. Сол кезеңдегі 17 ғасырдың соңындағы орыстың жазба деректеріне есіме түскен 1695 жылы 2 маусымда 300 адаммен қол бастап Түркістан қаласынан аттанғандығы мұрағат құжаттарына енген. Қазіргі таңда бұл архив құжаты Санкт-Петербург қаласындағы Ресей ғылым академиясының Санкт-Петербург филиалының 21-ші қорында сақталған болатын.